Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тәп-тәтті болып шығатын нәзік бөлкелер синнабонның рецептісімен бөлісемін. Кез келген адамды ғашық қылатын, шаймен керемет үйлесім табатын бұл тәттілерді сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сондықтан видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге тұзымызды дәміне қарай және де ашытқымызды, оның үстіне 2 қасық қантымды саламын. Міндетті түрде сары майды ерітіп қосу қажет. Толық рецептіні описание бөліміне жазып қалдырамын. Және де ең соңғы бір жұмыртқамды салып, жақсылап араластырамыз. Қазіргі құрғақ ашытқылар жылы жерге қойып, көтерілуді қажет етпейді. Сондықтан да толыққанды араласқаннан кейін бірден үстіне ұнын салып, жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Неке біздің қамырымыз дайын болды. Жылы жерге 1,5-2 сағатқа бетін жауып қойыңыздар міндетті түрде. Неке қамырымыздың осылай көтерілгені жақсы. Міне видеодағыдай керемет болып көтерілді. Енді астына шамалы ұн сеуіп, қамырымызды қолымызбен кішкене басып, квадрат форма шығарамыз. Квадрат форманы шығару үшін осылай видеодағыдай жасауларыңыз қажет. Одан соң оқтаумен жақсылап жаятын боламыз. Шамамен қалыңдығы 1 см болатындай қыламыз. Енді осы жайылған қамырдың үстіне сары майды жағамыз. Ерітіп қоссаңыздар да болады, бірақ ол міндетті емес. Мен осылай кішкене еріген жылы сары майды осылай қасықтың көмегімен барлық жеріне тиетіндей етіп жағып шығамын. Енді қант пен макты жақсылап араластырып алғаннан кейін сары май жағылған қамырымыздың үстіне барлығын тегістей осылай шашып шығамын. Бізде осындай болып шықты. Енді осыны рулет қылып ораймыз. Міндетті түрде бөлкелерді қызып тұрған пешке салу керек. Сол кезде бөлкелеріміз жұп-жұмсақ әрі тез қызарып пісіп шығатын болады. Мен осы рулетімді орап жатқанда пешімді қосып қойдым 180 градуста. Жақсылап орап алғаннан кейін жібімізді дайындап, теп-тегіс қылып кесіп шығатын боламыз. Осылай түйіп қойсаңыздар да болады, ашылып кетпес үшін. Жіппен кесетін болсаңыздар, өте әдемі әрі тегіс кесілетін болады. Неге видеода көріп отырғандарыңыздай. Енді пергамент қағаздың үстіне саласыздар. Ал пергамент қағаз болмаған жағдайда сұйық маймен жағылған табаға салсаңыздар да болады. Араларын қатты жақындатып қоймаңыздар, өйткені қазір біздің синнабондарымыз көтеріліп ісінетін болады. Сол кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Енді шамалы ғана қамырымызды демалтуға қоямыз. Бетін осылай пищевой пленкамен жауып қойыңыздар, кеуіп қалмас үшін. 15-20 минут қойсаңыздар жеткілікті. Мінекей қараңыздар, біздің синнабондарымыз өте әдемі болып көтеріліп шықты. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минутта пісіп шығады. Енді помадкасын дайындаймыз. Сары май мен творожный сырдың үстіне 100 грамм сахарный пудрамызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Неке осындай сұйықтық дайын болады. Енді осыны ыстық бөлкелердің үстіне жағып тастаймыз. Міндетті түрде ыстық болу қажет. Ол еріп, бөлкелерге сіңіп, өте дәмді болып шығады. Помадканың 2 түрлі рецептісін жазып қойдым. Описание бөлімінен қарасаңыз болады. Екіншісі қолжетімді қаймақпен жасалатын рецепт. Неке біздің бөлкелеріміз дайын. Енді толықтай суытып, шаймен жесеңіздер болады. Сізге және сіздің отбасыңызға ұнайтынына 100% сенімдімін. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бөлкелер өте дәмді әрі жұп-жұмсақ ауызда ериді. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.